Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Ерлан Қабата YouTube арнасы. Бүгін бізде қонақта енді YouTube'тың жұлдызы деуге болады. Супер тамада Сабыржан. Сәке, қош келдің. Қош көрдік. Енді біріншіден рахмет сұхбат беруге келіскеніне. Енді қазақтың тойы бітпесін деп, қазақтың қазынасы берген жігіттерін білесің. Енді 2020 жыл білеміз, бүкіл әлемде карантин болды, тойға бүкіл тоқтау болды. Жалпы сол карантин кезінде қалай өткіздің жалпы? Ерлан Қабатай деген жалпы былай өзімді сырттай танимын. Рахмет сұхбатқа шақырғаныңа. Жалпы Өскеменге өмірімде бірінші рет келіп тұрмын. Жақсы, халқы өте керемет. Сұрағыңды қоймай тұрып, Өскемен жайлы қысқа нұсқа бірден айтып кетейін. Халқына өте ризамын, өте қарапайым. Маймандар елі, майман болсын, кім болсын, қазақтың жеріне келгеніме, қазақтың ықыласын, махаббатын сезіндім. Өте керемет, әлі талай келеміз. Сұрағыңыз 2020 жылы карантиндегі той жайы ма? Енді карантинде барлық жерде шектеу болды ғой, тойға мүлдем. Шектеу болғанда бізде енді бір ай, 2 ай ғана демалыс болды, одан кейін басталып кетті ғой ресторанның алдынан кіру, артынан кіру деген секілді. Киіз үйде болу, айдалада болу, неше түрлі тойлар болды. Қазақ амалын табады, қазақ соғыс кезінде де той жасаған. Сондықтан олдан өтіп кеттік енді, тәубе. Ол да бір басқа берген сынақ. Мен бүйтіп звездавать етіп жүрген біраз адамдарды көріп едім. Карантиннен кейін біреуін де таппай қалдым. Жоқ болып кетті. Бір сілкіп алды да, көзге түсіп жүргендер қалды, көзге түспегендер кетіп қалды деген сөз. Бірақ тәубе шүкір, әр нәрседе қайыр бар ғой. Бір жамандық келсе, 2 жақсылық келеді. Соны ұмытпау керек. Қазақтың тойы бітпесін. Жақсы, енді мынау біз осы карантин кезінде тойларға шектеу қойылды ғой. Енді өзінде жалпы тойда айтты, ресторан артынан кіріп жатырмыз, алдынан емес. Сол кезде айтты ғой, тойға мониторинг неге істейміз жаңағы. Мораторий 5 жыл шектеу. Соған деген пікір қандай өзі? Қазақтың тойын 5 жыл. Оны істей алмайды ғой. Істеген жоқ. Қазақ істетпейді оны. Мен бар, сен бар. Біздің артымызда халық бар. Қазақ тойсыз өмір сүре алмайды. Сондықтан ол нәрсеге всегда қарсы шығады. Болмайды ол, болмайтын тірлік қой әшейін. Қау өсек. Ол болатын болса, давно сол осы моментте ресторан алдынан кіріп жүрмеуші еді. Сразу жасап тастайтын еді ғой. Мен өзі арттан кірген, алдан кірген деп жатырмын. Қазақстанда арттан кіргендер қорғалмайды. Любой жағына. Өнерде болсын, ресторанда болсын. Арттан кірсе болды, көтеріп кетеді ол сразу. Сол арттан кіріп, көтеріп кеттім, майқап жүрмесін. Мен де Сабыржан деген. Енді біз мынау сіздің ұстазыңыз Нұрхан. Нұрхан енді жақсы білеміз. Теміртаудық асаба Нұрхан өзінің ұстазым. Енді көптеген көрермендердің несі бар, сұрағы бар. Нұрхан енді оның несі бағыты қара сөзбен, нағыз ақындықпен тым сай келмей ма? Жүргізу. Сен ұстазым дейсің Нұрханды. Енді қалай Нұрханның сен ұстазым деп жүріп, қалай шоумен болып кеттің? Енді Нұрхан ұстазым болғанда ол мен действительно отырғыз қойып сабақ берген, әліпбиден үйреткен ұстазым емес ол. Ол тойға жетектеп алып келген кісі. Сен бағытың былай енді ұстазға қарап шәкірт озады. Оның стилі маған келмейді ғой. Мен оның стилін алмаймын. Оның өзінің стилі бар, бөлек. Біздер енді Мырзағали деген, Мырза деген тамада бар. Сол екеуміз дайындаған Жандос пен Нұрхан. 2-3 бізде бірден той бастап кеткен жоқпыз. Мен дайындалдым. Қазір тамадаларға ішім ашитыны дайындық жоқ. YouTube'дан алады, Instagram'дан алады. Жас тамадалар. Болды, дайын тұр. Әлібектен сөз алады, Сабыржанның ойын алады, тишка алады, стил алады, болды. 150 мың 200 ставканы қойып қойды. Ол дұрыс емес ол. Өз-өзім тапқанша еңбек ету керек. Асабасында болды, бір саланы ұстау керек бітті. Осының биік шыңға шығу үшін даканза өзіңді құрбан қылып жіберуің керек қой, пока ақшаға емес, абыройға жұмыс істеу керек. 3-4 жыл абыройға жұмыс істейсің, кейін ақша саған жұмыс істейді. Біз 24 сағат бойы өлең жаттап, Мұқағали Мақатаевтың, Абай атамыз, мен біраз өлең білемін негізі. Нұрхан айтып жүрген ұстазымыздың біраз қара сөздерін білемін. Бірақ мен айтпаймын, айтатын жерде ғана айтамын. Ол да бір багаж бізге. Ситуациядан шығу неше түрлі. Нұрханның стилін айтатын болсам, ол
Нұрхан сияқты асаба Қазақстанда жоқ. Біреу ғана. Нұрхан, ол мен ұстазым, потому что мендей шәкірт тәрбиелеген ондай ұстаз жоқ. Тәрбиелесін, біраз асабалар бар ғой. Бірақ енді ол Нұрханның орны бөлек. Енді мен артқа кірмеймін. Нұрхан енді өзінің 3-4 жас қана үлкен ғой. Действительно бізге бағытын бағдарлап, сенің стилің былай. Мен өзі тамадалық бастаған кезде Джим Керри бар ғой. Білесің ба? Актер. Білесің ба? Білесің ба? Джим Керри ана. Джим Керри бүкіл әлем біледі қой. Сол Джим Керридің стилін алып алған мен, мимикаларын несін. Сонымен шығып кеттім ғой, мысалы сары костюм шалбар, костюм ауыстыру деген басқа ерекше стиль. Қазақ көрді, Қазақстан көрді, стилі бөлек, давай онда біздің тойда осындай ерекше болсын. Один тоже қайталанбайтындай. Сөйтіп шығып кеттік қой, болды. Онда тұрған. Ештеңе жоқ, басқа не айтайын. Жақсы, ал сен стилінде Нұрханның ойын ма басында? Осындай саған осы әзілге жақын, ойынға жақынсың деп. Нұрхан мені жетектеп алып выходқа шығаратын. Бір выход жаса, ойын ойнат, үйт бүйт деп. Сол чисто ойын ойнатып жүрдім. Музыкант та болдым, мысалы да, жай андай қатты бүйтіп отыратын музыкант емес. Кейде өзінің әншісі келмей қалғанда мен отырып беретін. Қасынан қалмайтын машын. Ол кісі 30 күн болса 29 күн тойда жүреді. Қазір де сондай. Өзі ол кезде 15 мың алады, 5-ін маған береді, 5-ін мырзаға береді, 5-ін өзіне алады. Біз сонда түк істемейміз, біз әшейін қасында жүреміз. Сөйтіп тәрбиелеп, сосын мен оны ұстазым деп айта аламын. Жақсы, енді өзің қазір осы бүкіл Қазақстанды аралап той басқару үшін Алматы, Астана, Шымкент, Тараз, бүгін Өскемен. Енді әлеуметтік желіден Инстаграм қарап отырамыз. Мысалы, өзінің әріптестеріне Мейірбек бар, біздің сол той басқарып жүрсе, мысалы, ұшақпен ұшып жүреді да, мысалы. Салат, мен ұшақпен ұшып барамын. Осында жерде жүрмін, ана жерде жүрмін. Өзің сен парақшаңа қараймыз, ондай мүлдем көрмеймін, ұшақпен ұшпайсың ғой. Мен жалпы негізі Инстаграмға жария қылмаймын. Мен өмірімде бірінші рет келген жерде ғана историяға саламын. Мысалы, Өскеменге кеше келдім, Өскеменді салып отырмын. Болмаса күнде тойда жүрмін ғой, сала бермеймін да ол. Той жоқ асабалар бар. Қарын ашып отқан, нан таппай отқан отбасылар бар. Мен историямда қарап, қаншама тамақ тұр, балдары жегісі келеді. Ол ауру, ол болмайды, ол ішкен жегеннің бәрін сала берген. Қазақ тегін айтпаған ғой, жаман ішкенін айтады, жегенін айтады деп. Сондықтан достарымның кездескен кезде Өскеменде мысалы қаншама достар келіп отыр, мысалы бауырлар мұнда өнерге қатысы бар, қатысы жоқ. Саласың ол Өскемен жігіттеріне рахмет болды. Мынаны ішіп отын, мынаны жеп отын, мынау продукт алып қойған. Керек емес ондай нәрсе. Мен блогер емеспін. Мен асабамын, тамадамын. Ұшақпен ұшпайтыным қорқам. Бірақ кеше жақында ұштым ғой. Ақтауға, Атырауға ұшып келдім. Болашақта ұшам, бірақ енді жерде жүре берейші. Жұлдыздар ұша берсін. Мен жұлдыз емеспін, қарапайым. Машинамен тоқтайтын жеріме тоқтап, алынбай нәрсені алып, темегім чегіп, әңгімемді айтып, аяғым көтеріп қойып, жүре бермеймін ба? Не аламын ұшақта? Бит, мынандай ол деген түсінбеймін ғой ондай. Жақсы, енді мынау өзі айтты ғой, жас тамалда жалқау дедің. Өзің сен ойындарында да ойнап жүрген бүкіл Қазақстандағы жас асабалардың басым көпшілігі сенің ойыңды, Әлібектің сөзін алатын ол анық. Өзің жалпы сен ойын шығарасың, ойынды қайналасың, әлде сен біреуіне қарайсың ба? Негізі андай нәрсе ғой. Тұңғыш президент деген бар да. Тұңғыш олимпийский чемпион деген бар. Спортсмендердің ортасында. Бірақ тұңғыш тамада деген жоқ қой. Естігенсің бе, тұңғыш тамада Қазақстан. Ондай жоқ үй болмағанда. Бізге дейін тас ғасырынан бастап келе жатыр ғой тамадалық деген той басқару. Менің авторский ойыным деп айта алмаймын ештеңені. Мен де қараймын, ана жақтан қараймын, бірақ мен өзім позицияма салып аламын. Мен музыкасын, постановкасын қоямын, ортасына жаңағы әзіл тышкаларымды дайындаймын. Мен мысалы да бір ойынды аласың, оны дамытасың. Пока ойынға тықпайынша, оны біраз қалай айтсам болады, шөлмек өткізесің ғой енді. Сол өзің стиліңе келетіндей қылып. Енді оны көріп алып тамадалар жасай берсін. Мен оны ешкімге запрет қоймаймын, бірақ ол нәрсе жалқаулық. Қазақ жалқау халық қой, жалпы. Асабалар артта келе жатқан, мысалы ертең 2006-2007 сені шақырмайды, мені шақырмайды тойына. Олар ертең анау 98-96 2000 жыл тамадалар шақырады өзінің жаңа стиліне сай, жасына сай. Әр адам өзінің дәуірі болады ғой. Соларға айтарым, просто қайталай берсін, бірақ өзінікін тауып алу керек та адам. Біреуді қайталап, сол болып кетпеу керек қой.
сен Сабыржан бола алмайсың. Мысалы да, кім сен атың? Сен Сабыржан бола алмайсың. Мейірбек бола алмайсың. Сен өзің болсаң, мақсатсың ба, мақсат бол. Әділетсің ба, әділет бол. Не қыласың біреу болып. Өзіңнің стиліңді тауып ал, жүр, тойға шық. Той деген оп-оңай нәрсе емес ол. Төселу керек оған. 4 сөз жаттап, 5 анекдот жаттап, тамада болу деген өтірік әңгіме. Еңбек керек, жыл керек, 5 жыл, 10 жыл. Содан кейін барып, мен асабамын деп айта аласың. Сондықтан жас асабаларға сәттілік, менің жолым демей-ақ қояйын, үлкен асабалардың жолын берсін, бақтарын жана берсін, тек еңбектенейік жігіттер. Сол сын тағы бір нәрсе реклама жасап кетейік. Осы 2021 аман есен 2022-ні қарсы алғаннан кейін Қазақстандағы мені танитын, маған еліктейтін асабалардың барлығын, жас асабаларды, мысалы Семейден, Өскеменнен, Қазақстан түкпір-түкпір кім мені таниды, кім маған еліктейді, кім мені көргісі келеді, танысысы келеді, менен жаңағы сөйлесіп, қалай бастадың, қалай осындай дәрежеге жеттің. Дәреже болғанда да мен жыртып атырмын, Қазақстан бағындырып тастаған жоқпын. Өзіме сай клиентім бар, абыройым бар деген сияқты. Соның барлығын бас қосып, 100 шақты адам, асабалар, жас асабалар жинап, Астанада, мүмкін Қарағанды, өз қалам Теміртауда бас қосып, сөйлесіп, тамағы, гостиницасын бәрін дайындап қойып, просто келіп қонақ болып, араласып, анау енді өсіп жатқан балалардың бетін қақпай, белін буып, давай бас шап, сен мықтысың, өзінің стилін табуға көмектескің келіп отыр да енді. Былай қазақша айтқанда. Бұл жерде ешқандай блогерлердің өзі мысалы аймай қосылып гиф жасайтын анау харам нәрсені істеп жатыр. Біз ондай харам емес, біз мал табуына ғой. Сол баланың мал табуына біз үлес қоссақ, өзінің ақшасын өзіне алып, шешесіне, әкесіне, біреудің шешесі ауырып жатыр, біреудің әкесі ауырып жатыр, біреудің жағдайы жоқ, аптасына 4 той басқарса 50 мыңнан 250 мың апарса үйіне береке ғой. Соған біз көмектесеміз бе деп отырған. Бүкіл жалпы жас асабалар естеріңізде болсын, скоро оған да арнайы ролик түсіреміз. Көре жатасыздар, Құдай қаласа. Толық ақпаратты Сабыржан жеке парақшасынан білетін болады. Жеке парақшамнан, Инстаграмнан, болмаса YouTube желісіне салып дерді. Жақсы, енді бүкіл Қазақстанды аралап жүресің. Енді қазіргі мына YouTube'да әсіресе өзінің той басқарған видеолары бар, бірнеше қаралы бар. Енді мынау бізде оңтүстікте, Тараз, Шымкентте беташар кезде, енді оларды білесің, домбырасыз беташар болады. Соған халықтың пікірі екіге бөлінеді. Енді біреу айтады, домбырасыз беташар болмайды дейді. Әншейін микрофон сөйлеп, достарын шақырып, туысқандарын шақырып, беташарға шақырады. Оған пікірің қандай сенің жалпы? Ол мысалы әр адамның өзінің мнениесі болады, ой пікірі. Біреу мені ұнатады, біреу ұнатпайды. Мысалы да, менің шашым шешеме ұнайды, үйдегі әкеме ұнамайды. Мен жұртты айтпай қойын, мен өзім отбасымды айтамын. Тура сол секілді біреуге домбырамен ашқан ұнайды, саған эстрадамен ашқан ұнайды. Ол менің өзім пікірім, жалпы қазақ болғаннан кейін домбырамен ашқан дұрысырақ, өсиет жаңағы несі арнауы бар әйтеуір ішінде. Тіккіс емес, қазір ол жақтың беташарлары соған үйреніп кетті халық, оны өзгерте алмайсың. Мысалы Өскемен, Семейге келіп ондай нәрсе істейтін болсаң, бұл жақ қазақилық басыңнан қойып қалуы мүмкін да, не оттап тұрсың деп. Сондықтан әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа дейді. Мен итім бар, қара қасқа, соны айта салайын. Жақсы, енді өзің көптеген той басқа жүрген кезде бағытына ойын өткізесің, YouTube-та көптеген нелерім бар, соның астында көрермендердің пікірі бар, көптеген пікірлерге қараймыз, біреулер мақтайды, енді сыни пікірлер де бар арасында. Біреулер айтады, қатты әзіл айтасың дейді, қатты мысалы тиісіп жібереді дейді. Сол жағына қалай? Мысалы қара, YouTube-қа адам не салады? YouTube-қа адам ол коммерческий ғой, YouTube, Instagram деген. Сен ол жерге жаман нәрсеңді салмайсың, полный салмайсың, тәтті жерін ғана салып қоясың. Мен бір тойда біреуге, сен ешақпассың деп айту үшін ана адамға, мен 1,5 сағат сол бір адамға жұмыс істеймін. Түсініп отырсың ба? Бір адамға сол приколды айту үшін мен оны үйретіп алам. 1,5 сағат бар, ана 5 минуттық роликтің алдында 6 сағаттық той ғой, ол 5 минуттығын салып қойды, дұрыс па? Мен оған, мысалы, Ерлан Қабатай, сен осындайсың, сен тазбассың деп айту үшін, мен сені үйретем соған. Той бойы. Мен осындаймын, мен осындай тамадан, мен қазір саған әзіл айтып қалған кезде, сен ренжіп қалма, сен наоборот,
күліп кет деген нәрсені мен басқа ситуациялармен іс-қимылмен әкеліп беремін. Сөйтемін да момент келген кезде сен тазбасын деймін, сен ырза болып қаласың. Өйткені ол реально шашы жоқ оның. Реально басы дәу, реально сондай нәрсе да ол. Біреу арық, біреу. Сондай момент алып салып қояды, сосын пікір кетеді. Біздің қазақ деген үйде жатып алып, я жұмысы жоқ, я несі жоқ, қырта береді қазақша айтқанда. Кәдімгі әдеби тілмен айтқанда қырта береді. Ананы үйтпедің бе, мына бүйтпедің бе, үйіне қарасаң, я әйеліне сөз етпейді. Болмаса, я істеп отқан жұмыс жоқ, берекет жоқ. Еркектің тірлігін істеу керек. Әңгімесі бар ма, кесін айтсын. Мынандай өзінің тойына барғанда айтсын, мынаны істемеді болды, біз істемейміз. Ал қыртып алып үйінде тіршілігі жоқ, комментарий жазып жататындар барлықтарына айтарым. Саған мына камераға да қарап айтамын, мына камераға да. Өзбекстан менің, сен көрдің ғой да? Көрдім я. Өзбекстан, Тәжікстан, Қарақалпақстан, Қырғызстан, Россия, Орынбор, бүкілі астына молодец, красавчик, Қазақстан, жырта бер, айыра бер дейді. Ішіне жазатын біздің қазақтар. Оның ішінде туысқаным да бар, менің достарым да бар. Солар жазады отырып, өтірік фейкпен алады да. Осындай, мынау болмайды, қызыл костюм деген болмайды ғой дейді. Мен қызыл костюм кием, мен сары костюм кием. Сол үшін мені шақырады халық. Бұлай айтқанда, мен басым істемейді. Жындымын ғой мен. Жынды табыр деген мен таныспай қойдым. Сол, комментария жазып, қыр уақыттарында өткенше, наоборот, лайк басып жіберсеңдер, біз әрі қарай өсе береміз. Қазақта қазақ қана көтереді. Қырғыз кеп, өзбек кеп, тәжік, орыс кеп көтермейді. Қазақ қана көтереді. Ал Қырғызстан, басқа жақтағы біздің өнерімізді қарап отқан, бізге таң қалады. Наоборот, қазақтарда осындай өнерлі жігіттер бар екен деп. Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Россия, Орынбор барлықтарына рахмет. Сол жақтағы біздің жігіттер, қазақ бауырларымыз жазып жатыр екен. Жалпы сен де сол жаққа тойға шақыру үшін ол жақтан ұсыныстар түсіп жатыр ғой? Түсіп жатыр. Барасың ба ол жаққа? Барам, неге бармын? Бүкіл жерге барам. Мені мысалы неге Шотландияға шақырды тойға, бірақ барған жоқпын деп оттап отыр. Қалжың деймін. Бармаймын Шотландияға. Екпамен жүреді ғой. Дәл шайта бер бірақ. Енді Қазақстан бойынша енді көптеген асаба жігіттер бар, аз. Біз халал тойға ғана шығамыз. Біз арақ шарапқа жай тойға шықпаймыз деп өздеріне сондай шектеу қойып тастаған асаба жігіттерге пікірің қандай? Менің достарым ғой бәрі. Никулин Айбат, Әлібек Серғалиев, ұстазым Нұрхан, мен танитындар, которые халал тойға шығамын. Мадияр Өнерханов. Енді ол шыға берсін. Оған дейін де бірақ халал той емес, былай да тойға енді. Халал той деген сонда мына тойлардың бәрі арам той болып есептелмейді ғой, дұрыс па? Мына жігіт той жасайды, арақ қояды, сонда не бұл істеп отқан еңбегі арам бола ма? Ол дұрыс емес. Қолдана білу керек бір нәрсені, орнымен қолдана білу. Халал той емес, арақсыз тойға деп айту керек. Арақсыз тойға шығам деп айту керек. Түсінікті ғой, шыға берсін. Маған мысалы разница жоқ, қандай той болсын. Ішкен той, ішпеген той, бәрі ішеді ғой, халал той деген. Сондықтан бәріне сәтті, өзіме жеңіс тілеймін. Жеңісінде ата-анама арнаймын. Жақсы, енді той басқарып жүріп, енді көптеген ағаларымыз сен үйленді сыйлап, бағалап, сыйлықтар береді. Көптеген той иелері шапан кигізеді. Бір енді біз білмейтін қандай тағы да бір сыйлықтар беріп жатыр енді. Халық білмейтін, көрермен білмейтін. Маған основном не береді? Виски береді десең. Маған основном неге жылқы береді, мал береді. Сәйгүлік. Сәйгүлік болғанда мен мал береді әйтеуір. Тойда айтады, мал берем, саған жылқы берем, соғым берем деп. Қаншама браттар, бауырлар, өнерді бағалайтындар редко ғой енді. Жомарт жігіттер шығады. Береді солай. Алтын береді, сағат береді, неше түрлі сыйлықтар бере жатады ғой. Ең күшті сыйлықтар, өзіңе керекті сыйлықтар ғой. Мысалы, мал енді жеп қоясың, алтынды керек кезде сатып жібересің, сағатын жоғалып кетеді. Костюм подарить етеді да көбісі. Сол ұнайды маған. Костюм киіп жүресің, мақтанасың. Мысалы, Өскеменнен алдым, Семейден алдым, Петропавлдан алдым деген сияқты. Сондай сыйлықтар бар. Енді бір сұхбатында 35 жасымда асабалықты қоям деді енді. Сол 4 жылдан кейін Алла қаласа қоям. Айға ашайын деп отырмын ғой десең. Просто
жетеді осы шапқанымыз, Аллаға шүкір. Осы абыроймен ғана кетіп қалу керек. Ертең мен 40-қа келген кезде мен бауырым тамада болған деп отырғым келмейді. Наоборот, халық айтқан қалай, мынау мықты тамада болған, осындай тамада болған, Сабыржан деген тамада болған деп легенда болып шығып кеткім келеді. Бұл басқа бизнеске, басқа шаруаға. Сол тойда мәңгілік емес, артта келе жатқан бауырларға жол беру керек, жолын ашу керек. Қашанғы Әлібек жүреді, қашанғы Мейірбек жүреді, қашанғы Никулин жүреді, қашанғы Дакеға жүреді, қашанғы Сабыржан жүреді деген сияқты. Оларға да бақытын ашып, жолын ашып беру керек. Олар да шығу керек. Біздің кесірімізден олар шыға алмай қалып отыр. Түсініп отырсың ба? Біздің роликтарымыз алдыға шығып кетіп жатыр, просмотры көп. Олар да біздерден мықты менен де мықты басқаратын, жыртып айыр жіберетін тамадалар бар әрбір қалада. Бірақ неге көрінбей жатыр? Біз алып тастап жатырмық. Бізде анау просмотр көп та, сонымен алып кетіп жатыр. Атақ бәрі мықты. Мен сұрайды, Қазақстанда ең мықты тамада кім? Көбісі ше. Қызық қой енді өзім тамада болғаннан кейін. Любой той басқарып жүрген халықтың алдына шығып, жас болсын, кәрі болсын, мен үшін нөмір один. Өткен тамаданың проблемасын мен түсінемін да. Ортада шығып, сөйлеп, тос айтқан кезде, екі жас мен бақытты болсын, дірілдеп қалатын адамдар бар ғой. Тамада 6 сағат, 7 сағат жүреді. Жұмыс істейді ол. Сол үшін барлық асаба мен үшін мықты. Барлық тамада. Тамадалар деген ана біздер енді YouTube, чисто YouTube, Instagram ғой. Эфир көрмеген мен. Шаншарға қатыспаған, кыта, жайдарман, ондай нәрсе ойнамаған, ойнамаймын. Мен осы салы өзімнің еңбегіммен көтеріліп келе жатырмын. Халық былай көтерді, біреу даттайды, біреу мақтайды. Біз түгілі ол пайғамбардың кезінде болған. Сен пайғамбардың қасында кімсің? Пишкасың, жоқсың ғой сен олайша. Көрмейсің ғой сен, шығының қанатсың ғой. Оларды да жамандағанда тірі кезінде. Сен адам емессің, сен андайсың, мандайсың. Оның қасында біз ешкім емес. Сондықтан біреудің ой пікірімен емес, мен өзімнің пікірімен өмір сүремін. Маған мнениесі қызық емес біреудің. Біреу бақтайды, біреу боқтайды, біреу таттайды. Маған қызық емес. Мен өзімнің тіршілігімді алған тойымды атқарып, абыроймен, қошеметпен қайтқан маған ұнайды. Болды. Басқа сенің мнениең маған деген қызық емес. Сен мен мысалы қандай ойдасың? Маған қызық емес, өзіңде қалай жүрсің. Менің ойым саған қызық емес. Сондай ғой вообще. Жақсы, керемет. Неге сондай қабақ түйіп алып әңгіме айтып отқан жоқпыз ба? Бәрі дұрыс, жақсы. Осындай әңгімені халық тосып отыр. Мен андай маска кие алмаймын, өтіріктен бүйтіп, камераның алдында өзімді әдемі көрсетіп. Қалай бар солаймын мен вообще. Ұнаса да, ұнамаса да. Өте дұрыс, өйткені сөз бен ісін сәйкес болу керек қой енді. Эфирде бөлек болмау үшін. Енді дос деген ұғымға өзің пікірің болса жалпы. Демек шеге болмайды. Шеге бер, YouTube қой бізде, ешқандай не жоқ. Дос деген ұғым? Дос деген ұғымға пікірің қандай? Дос деген қандай болу керек сен үшін? Осы сұрақты мен әрі келген қонаққа қоямын. Дос деген бар ғой, қазіргі заманда именно біз заманға бүйтіп жауып қоямыз ғой. Заман өзгермейді, адам өзгереді. Заман өзгерсе, шығыстан емес күн батыстан шығатын еді. Мысалы да. Қыста қыс болмайтын еді. Заман деген сол, өзгермейді ол. Қыста қыс, жазда жаз. Шығыстан шықты, батысқа батты. Уақыттың жүріп жатыр. Заман емес, адам өзгереді. Дос деген қалай болу керек деген менің ойымша қазіргі заманда достың шынайылығын қиналған кезде ғана қасында қалады өзі. Ешкім ішіне кіріп шыға алмайсың. Бірақ қатты басыңа, менің басымда да жақын арада сондай бір проблемалар болып қалды да, сынақ келіп қалды. Сол кезде кімнің кім екенін біліп алдым мен. Мен бәрін досым дей берем, бәрін досым, бауырым дей берем. Бірақ андай определить етіп, кіммен қалай чопа-чом екен соны біліп алдым. Сен көзіңде камера жоқ қой, камера қарап сөйлейді. Камера бүйтіп тұрады. Дос деген ұғымға мен өзім дос болу керек қой, болды ғой. Оның несін түсіндіресің? Мен депутат емеспін, мен мысалы ученый емеспін. Еркексің ба? Еркекше досың дедім ба? До конца қалу керек қой. Жақсылығыңда да, жамандығыңда да. Сенің басындағы бағың, астындағы тағың, қораңдағы малың үшін емес, кәдімгі Сабыржан, Ерлан болып араласу керек қой, болды. Ол ана сенің атағың, абыройың нафиг керек біреуге. Мен ақша тапсам өзім үшін, абыройым өзім үшін. Саған қатысы жоқ оның. Мысалы да. Ал дос деген бол қалу керек, бітті до конца. Мен айналамда өзімнің достарым бар.
сенім артатын, сырымды айтатын, жұмсай алатын, мысалы бірдеңені сеніп тапсыра алатын жақындарым бар. Аттарын атап санап бер десең санап бере аламын. Жақсы, жарайды. Енді 4 жылдан кейін асабақты қоям дедің. Жалпы өзін дайындап жатқан шәкіртің бар ма? Артында жүрген, қасында жүрген. Олар. Менің шәкіртім Данил деген асаба бар. Сендерде Данила деген бар екен ғой. Тура сол Данила деген асаба бар Теміртауда. 2 жыл, 3 жыл дайындап шауып жүр қазір. Той менен көп. Бірақ оған жұмыс істеу керек әлі. YouTube баласында болмаса жаңа Instagramда біраз жұмыс істеу керек. Вот менің сол артынан келе жатқан шәкіртім деп айта аламын. Қалған енді менің стилімді қайталап жүргендер, менің ойымды қайталап жүргендер, олар маған шәкірт емес қой. Олар шәкірт болып саналмайды. Олар бір кемеде келе жатқан менің әріптестерім болып саналады болды. Действительно, Теміртауда өзімнің бауырларым бар. 5-6 бала. Білгенімді соларға үйретем, солардан үйренем. Ең менің конкретно шәкіртім кім десе, Данил деп көрсете аламын. Болса менің шәкіртім. Сол басқа шәкіртім жоқ. Бірақ өзіме әлі ұстаз керек. Біреуге шәкірт, біреуге ұстаздық ету әлі бізге ерте. Ұстаздық ететін ағалар бар, үлкен асабалар бар. Солардан алу керек. Солармен алмасу керек, тәжірибе алмасу керек. Солардан ақыл алу керек. Солар біраз нәрсені көрген кісілер ғой. Басқа? Жақсы, осы 2021-ге қорытынды жасасақ, өйткені біздің сұхбатымызда осы жылдың соңына келіп отыр екен. 2020 үшін өзің қысқаша, биылғы жыл сен үшін қалай болды? 2021-де біраз нәрсе болды. Көп деген нәрселер болды. Жақсылығы да болды, жамандығы да болды. Бір сынағы болды. Барлығы өтті кетті. Әрбір күніме шүкір етем, әрбір күніме қуанам. Таңертең оянғанда сабыржан болып оянам, сабыржан болып ұйықтаймын. Сол үшін бақыттымын. Әке-шешем бәрі аман, дені сау, тәуба шүкір. Соған ғана шүкір етем. Халық шақырады, барған жеріне баратын жеріне барам, келетін жеріне келем. Алғым нәрсені алам, жегім келген нәрсені жейм. Дым басқа. Жақсы. Халық шақырды деп қалдың. Жалпы халық сізді шақыру үшін тікелей өзіңізге шыға ма? Администратор Айбек деген жігіт бар. Инстаграмда нөмірі жазылып тұр, соған шығады, сол звондайды, сол қабылдайды. Өзім қабылдасам шатасып кетем, талай тойды шатасып, 2 той алып болған кездер болған. Жақсы, 2022-дегі ең үлкен мақсат қандай? Бірінші. 2022-де жаңағы жас асабалардың басын бір қосу керек болып тұр. Үлкен сондай бір аш беру керек болып тұр, әрі қарай өздері іліп кететіндей. Одан кейін тағы да таңғалдыру керек ерекшелікпен. Қазақ халқын таңғалдыру оңай емес. Еңбектену керек, маңдай тер төгу керек. Басқа стильмен, басқа бағытпен келеміз бе деп тұр, тағы да алға шығып кету үшін. Енді Сабыржан көптеген көрермендеріміз бар, жалпы біздің той жасайтын халық бар. Өзінде жалпы номер 1 асаба дейді сені. Сабыржан супер тамада номер 1 дейді. Ол қайдан шыққан әңгіме жалпы негізі? Ол андай нәрсе ғой, мысалы, мен үшін сен номер 1 болып тұрсың да қазір. Сен тойға барасың. Сен шақырды ма? Сен, значит, номер 1-сің ол қонаққа, дұрыс па? Той иесіне номер. Қазір әркім өз тойында номер 1. Білмеймін, соны номерлерді қайдан алады, айтып жіберіңізші. Алу керек еді, 1-2 номер керек болады бізге де. Номер 1 емес, номер 1 жоқ Қазақстанда. Мен үшін патолог өнер деп. Өнердегі патолог ол Тука, Нұржан Төлендин. Патолог ол кәдімгі ана шыңынан шығып кеткен. Қалған мен номер 1-мін, номер 2-мын деп жүргендер, хабарласыңыздар. Бізде номер алайық, бізге де номер керек болады. Қаншама браттар бар, бауырлар бар, соларға номер керек болады. Номер 1 емес. Мен жай осы просто просмотрым көп, тамадамын ғой. Просмотрым көп, тойым көп, тамадам болды. Сол үшін номер 1 дейді шығар басқа. Нөмірді қоя салыңдар. Мен нөмірім жоқ әлі. Алмаймын. Ал керек емес. Вообще. Жақсы, енді өзінде көп рахмет. Халықтың қошеметіне, халықтың батасына жүре бер. Рахмет. Енді құрметті көрермендер, бізбен бірге бүгін қонақта болған супер асаба Сабыржан. Енді бұйырса талай сұхбаттар. Енді өскеменге келген сайын сұхбат беруге, Құдай қаласа сұхбат шығарып отыратын боламыз. Енді әрине. Жиі кел осы біздің қаламызға. Алла қаласа шақырса келеміз. Қазақстан барлық жеріне барамыз.
бүйтіп ютубты қосып Сабыржан сұхбаты деп тыңдап отырсыздар ғой. Молодецсіңдер, рахмет. Алтын уақыттарыңды қиып біздің жарты сағат болмайтын әңгімемізді тыңдап отқандарыңызға мыңдау рахмет. Отбасыларыңда той болсын, қуаныш болсын, сол тойда қызмет етейік. Аман болыңыздар, еліміз тыныш болсын. Арттан әңгіме айтпай, жаман комментарий жазбай, нормально бір-бірімізді қолдап көтеріп жүре берейік. Сіздермен бірге болған Сабыржан Супер Тамада және Ерлан Қабатай. Аманшылық болсын, давайте. Жақсы, құрметті көрермендер, пікір жазып, каналға жаза беріңіздер.